Hammaga ma'lum, hozirgi rivojlanayotgan elimizde informatsion texnologiyalar hamda innovatsion ideyalarga ayriqcha e'tibor berilmoqda. Mine usunday imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda elimiz joshlari жаңа innovatsion ideyalar jaratib o'z belsendiligini ko'rsatmoqda. Usunday joshlarimizning biri Sarsenbayev Davlatbay bilan usu bag'darda suhbatlashamiz. Davlatbay, hozirgi vaqtda neler bilan shug'ullanib o'tirsiz? Бүгін күнді дүния жүзінде интернет алдында 4 үлкен глобал машқала бар. Солардың бірі бұл азық ауқат машқаласы, су машқаласы, һәм экологиялық машқаласы, ең ақырғысы һәм төртіншісі энергетика машқаласы болып, энергетика, яғни өзінің тарауы бойынша іліми жұмыстар, яғни бүгінгі заман талабы, яғни инновацияны талап еткеннен кейін жаңалықты жаратуға әрекет қылып жатырмыз, яғни ұстазлармен біргелікте. Біз электр энергетикасы өмірімізде көз алдымызға келтіре алмаймыз. Себебі һәм үй өзгер құрылмалары электр энергиясымен істегені һәм ең басылысы инсанлардың қымбатлы болған уақытын тежейді. Сондықтан да біздер атырау орталыққа зиянсыз, экологиялық табиғи шығынсыз болған табиғат тарапынан үнем етілген энергетика деректерін ендіруді һәм соның үстінде ұстаздарымызбен бірге жұмыстар алып барып жатырмыз. Davlatbay, siz осы инновациялық бағдар бойынша қандай жұмыслар алып барып жатырсыз? Өткен 2018 жылда құрметті президентіміз тарапынан берілген жедел премиялық һәм инновациялық идеяларды қолдап қуаттау жылдарынан белгілі. Бұл әлбетте біздегі үлкен компаниялардың бірі болды. Сондықтан кеше жақында болып өткен 27 һәм 28 ноябрь күндері 2018 жыл стартап инициатива, яғни жастар компаният. Солда біздер өздеріміз факультетімізде зерек студенттермен біргелікте өздеріміздің идеямызды алып шықты. Яғни бұл идея, яғни электр станцияларын, жылдық электр станция орайларында һәм жылдық сулханаларында, ямаса қожалықта үй өзгелі қазанханаларында, мәселен су трубаларындағы, мәселен сулардың құрамындағы химиялық элементтердің ауыр, яғни тұзлардың труба диоларын жабысып қалып, һәм де жұмыстың істеу принцибін айлану циклдарына кезеңдетеліктен соны біздер жаңаша ұсылменен, яғни электромагнит майдан жәрдемінде судың структуралық формасын өзгерткен қалды. Бұл яғни накип орысша айтқанда шөкпелі қалдырмауды һәм бұл жұмыстың өнімдарлығын екі есеге арттырудың үстінде істеп жатырмыз. Яғни бұны амелиятта да қолдап көрдік жылдық орайларда. Яғни бұл мәселен жылда 4 мәрте тазалау жұмыстары болатығын болса, бұл ұсылды қолданғанда 2 мәрте тазаланғанлық һәм бұл болса экономикалық жақтан жұмыстың арту өнімдарлығында артуына нәтиже берді бізге. Міне ұсыған ұқсаған инновацион жобалар қазір жүде көп та. Ал сіздің инновациялық идеяңыздың солардан парқы не? Дүние жүзінде, яғни бұған ұқсас аналыклары көп, яғни ұқсас аналыклары бұлардың парқы. Яғни біз дүние жүзіндегі солар істеп шығарып жатқандардың нелерінен көріп, тәжірибелерін алмастырып, өздерімізге милилестіруге әрекет қылдық һәм өзіне түсер бақасы шетелдікіне қарағанда біздердікі арзанырақ түсетін болды. Мәселен, сізге келіп түсіндіріп өтейін. Станцияларда болған 2 трубаны алып сізге тәжірибе сабында көрсетейік. Мен слайдымызда қараң. Мәселен, бұл неде біріншісінде ұсылдан қолданылмаған, біздер қылмаған ұсылда болғанда бұл уақыт өтумен, яғни судың құрамында қалған шөкпелер, ауыр, яғни тұзлар, химиялық тұзлар, соларды трубаның қабығыларына жабысқаны көрініп тұрды. Һәм бұл жұмыстың баруына, айналып секілуіне процесін төмендетеді һәм тосқынлық қылады. Ал кейінгі жолда біздер істеген ұсылда болса, бұл қарасаңыз трубада ешқандай шөкпелер жоқ, труба һәм бұл жұмыстың өнімдарлығын арттырады һәм сол кархана болсын, қандай да мекеме болсын, станциялардың болса, бұл жұмыс өнімдарлығын арттырады һәм экономикалық қаржы, финанс тарапынан олар үшін пайда болады. Осы орында жетіскендеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен өзім балалықтан қатты қызықтым, себебі ең бірінші класс оқуға қадем мектепке дәргайына қадем басқан уақытымда өзімнің бір ажағаларымда Америка құрама штатларының Флорида қаласында оқып келгенін көрдім. Һәм сондықтан да мен де сондай шетелдерде оқу һәм жоғары таңдаулар, сондай жеңімпаздар болу, таңдаулар қатты өзімде қызығушылық оянды. Сол дәуірден бастап мен әр түрлі бос уақытны мазмұнды өткеруге, оқуға жақсы үлгілі қатынасып, айрықша сабақтарға жақсы даярланып, пән дөңгелеклер болсын, ямасам спорт дөңгелеклерімен шұғылданып, өзімнің физикалық һәм рухилық жақтан өзімді рауажландырып баруға әрекет қылып келдім. Әлбетте, көпшілік алдында енді оқуға ямаса бағдар қандай да кәсіп таңлауда көпшілік қиналады. Мен де сол қатар өзім қандай кәсіп таңласам екен ертең келешекте деп, һәм өзімізді ойланып көріп, яғни электр энергиясы бүгінгі күннің заман талабы болғаны һәм бәрше келешегімізде электр энергиясымен байланысты заманауи ақпарат технология құралдары болсын, заманауи бәрше тұрмыстың, яғни инсанлардың қымбатлы болған уақытын тежеуінде де үлкен рөлін атқарғандықтан мен электр энергиясы тарауына өз қызығушылығым болғандықтан осы бағдарға тапсырып,
Hamda бұл жерде де жоғары оқу орнында, яғни университетте өз белсенділігімді қолдан жаздырмастан бірінші курстан ақ өзім іліммен басшы етіп, Абубакир Азизжан Базарбаевичтің ізіне еріп, сол энергетика тарау бойынша ілім сырларын үйреніп келмекте едім. Har bir insanın aldına koygan maksati oladı. Sizin yani alдағы maksatlarınız qanday? Мен де келешекте сол энергетика тарауына өзімнің шетелдік тәжірибелерді үйреніп, шетелдерге барып келіп оқуларда ізін давам етіріп, сол машқаларды үйреніп, өздерімізге мілелестіріп, яғни ана ватанымыздың раважлануында экономикалық һәм де осы энергетика тарауына өзімнің үлесімді қосып, ана ватаныма һәм атанымның бір сенімін ақылаған перзент болу. Haqiqatında da söhbetlesimiz Dövletbay aytqандай, elimizde жасларға көплеп imkoniyatlar жаратылып берілмекте. Солай екен, әзиз жаслар, осындай imkoniyatlardan толық пайдаланған халда өз қабілетлеріңізді жүзеге шығарасыз деген үміттеміз.